Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода кестелі құймақтар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің мөлшері описание бөлімінде тұр. Ең алдымен айран мен ас содасын араластырамыз. Айран міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Содан соң үстіне жұмыртқа мен қантты қосып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнды екі бөліп қосамыз. Бір келкі қою масса болғанша араластырамыз. Қоймалжың қамырдың үстіне қайнаған су құйып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Және ең соңында сұйық майды қосып араластырамыз. Құймаққа арналған қамырымыз дайын болды. Құймақтың жақсы шығуы табаға байланысты. Сол себепті міндетті түрде құймақ жасауға арналған табаны пайдаланған дұрыс. Бір ожаудан құйып, екі жағын орташа отта пісіріп аламыз. Осылайша барлығын біртіндеп пісіріп шығамыз. Қымбатты достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей достар, біздің кестелі құймақтарымыз дайын болды. Өте керемет әрі әдемі болып шықты. Дастарханға ұсынар алдында қаймақпен, сгущенкамен немесе тосаппен бірге ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның төменгі жағында комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін.